Қымбатты оқырмандар, бүгін Орталық балалар кітапханасы тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап әдебиет панорамасының 11-ші шығарылымын Мадина Омарованың «Көмбе нанның дәмі» атты кітабына арнайды. Бүгін сіздермен болатын мен, Ғазиз қызы Сағыныш. Мадина Омарова Мырзахметқызы 1975 жылдың 12 ақпанында Алматы облысы Жамбыл ауданы Үңгіртас ауылында дүниеге келген. 1996 жылы Абай атындағы Алматы мемлекеттік университетінің қазақ филология факультетін қызыл дипломмен тәмамдаған. Туындылары мерзімді басылымдарда және топтама жинақтарда жарық көрген. Мадина Омарова әдебиетке тәуелсіздік кезеңінде аяқ басқан жазушы. Рухани кеңістікке шыққанына шамамен 20 шақты жылдың жүзі болған ол негізінен әңгіме жанрында жазады. Жазу мәнері өз қатарластарынан едәуір ерекшеленетін жазушының 2 кітабы жарық көрді. Бірнеше шығармасы орыс тіліне аударылған. Әдебиеттанушы ғалымдар мен сыншылар тәуелсіз қазақ әдебиетінің талантты өкілдерінің бірі деп танитын Мадина Омарова шығармалары оқырмандарға интернет кеңістігі арқылы жақсы таныс. «Көмбе нанның дәмі» атты кітапқа тоқталатын болсақ, бұл жинаққа автордың драмалық шығармалары мен мистикалық әңгімелері енгізіліп отыр. Бұл кітап көпшілік қауымға арналған. Кітапта автордың Ақтастағы Ахико, Шанель нөмір 5, «Көмбе нанның дәмі», «Қызыл мия», «Жолаушы», «Әділет», «Жүздесу», «Ұйықтап қалма», «Қадыр түні», «Жаһан шері» пьесалары енген. «Көмбе нанның дәмі» драмасы Мұхтар Әуезов театры сахнасында белгілі режиссер Кәкішева сахналаған. Бұл драмада халық басынан өткен қиын кезең суреттеледі. Ұлы Отан соғысы жылдарындағы Қазақстанға неміс, кәріс, шешен, тағы басқа халықтардың депортация тақырыбы көтеріледі. Соғыс жайында өздері азар күн көріп отырған қазақ ауылының қиын өмірі, онда депортацияланып келген халықтар өкілдерімен дос туысқа айналуы бейнеленеді. Жер аударып келген адамдарды бауырына тартқан ауылдар, әйелдер мен балалардың ауыр жұмысы, қиындықтар, осының бәрінің аясында адамдардың тағдыры ашылады. Драматург жалпы халық тағдырын жеке-жеке адамдар тағдыры, жан дүниесі арқылы бейнелейді. Драмада адамдар арасындағы қарым-қатынастардағы қайшылықтар жақсы ашылған. Мұндағы кейіпкерлердің көпшілігі трагедиялы тағдыр иесі. Ең бастысы, адам рухының мықтылығы, махаббат пен мейірімнің қандай да қиындықты жеңетіні көрінеді. Драмада позитивтік сипаты басым. Мадина Омарова «Көмбе нанның дәмі». 6-шы бөлім. Зухраның үйі. Дастархан басында Зухраның әжесі Түрік кемпір мен ауылдасы қария отыр. Түрік кемпір: «Үйімізде, күйімізде болған. Үйім сенің мына тоқал тамағың қасында, хан сарайында еді. Мұны мақтанып, асылық жасап айтып отырған жоқпын. Шыққан жеріміз жақсы, текті жердің ұрпағымыз. Қызымды балаңа беретін болсаң, қорламай әпер. Бидайдың баратын жері диірмен болса, қыздың баратын жері және белгілі. Үйде ұстап абырой таппаспын. Бірақ сыйлап ал, ауылбасы. Біреуді кем санайтын, қор санайтын кісі емеспін. Қу заман не істетпейді. Собалан келсе, бұдан да зоры болар. Сонда қалыңмал қанша аман сұрайсың?» Түрік кемпір: «Қызым барам десе, сүйем десе, тегін ақ берер едім. Бірақ Зухрадан ондай ешнәрсе естімедім. Мал екеш, малды да бауызда ырымын жасайды. Өзің де жөн жоралғысын жаңылмасаң, ертең қызым шаңырағын ұқта келеді. Ауылбасы: «Енді не сұрайсыз? Айтсаңызшы?» Түрік кемпір: «2 сиырың бар екен, соның бәрін берсең болады, сосын бір қой ұзату тойына». Ауылбасы: «Келістік. Ұлым Зухраны әпермесең өлемін деп домалап жатыр, иттің баласы. Әйтеуір қыз тіл алады ғой, ертең теңейін деп шалқасына түспесін». Түрік кемпір: «Жоқ айналайын, ондайымыз жоқ, айтқанымды істейді қызым». Кітаптың электрондық нұсқасын казнет.kz сайтында оқи аласыздар. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына 30 кітап әдебиет панорамасында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.